Саламатсыз ба? 2 минутта бомбоньерка жасап үйренеміз. Ол үшін Telegram каналға кіреміз. Telegram каналда ұнаған шаблонды таңдаймыз. Стрелканы басып сохранить етеміз. Ашылғаннан кейін 3 точканы басып сохранить в галерею деп басамыз. Содан кейін галереядан ашамыз. Жаңағы шаблонды открыть через PicsArt деп басамыз. PicsArt арқылы редактировать етеміз. Текст жазу үшін Т деген значок, текст дегенге басамыз. Қалаған текстімізді өзіміздің жазамыз. Мысалы, Бауыр Динара, 30 май 21 жыл. Текст жазып болғаннан кейін оның шрифтін өзгертуге болады. Мен қазір курсив таңдаймын. Кез келген шрифтінен түсін таңдауға болады, немесе обводка жасауға болады. Например, міне обводка жасап жатырмын. Көк түспен обводка жасаймын. Үстіндегі галочканы басамын. Содан кейін айналдырамыз. Шаблонға келетін қылып қоямыз. Ұзындығын, енін бәрін өзгертуге болады. Оп-оңай. Міне былай. Содан кейін орнына қойып, болғаннан кейін галочканы басып, екінші жаққа тап солай қайталаймыз. Болғаннан кейін үстіндегі стрелканы басамыз. Ол сохранено в галерее. Галереяда сақталғаннан кейін принтерға басып шығарамыз. Басып шығарғаннан кейін мына шаблон бойынша, эскиз бойынша бәрін қиып шығамыз. Қиып болғаннан кейін бүктеп, желімдеп басына үкісін салып қоямыз. Сонымен болды.